Ama бағанағы тәжвид үйрену мәселесіне келетін болсақ, тәжвид дегеніміз кең. Біз Құран оқығанымызда, ярхамукаллах, Құран оқыған уақытымызда мағынасы өзгеріп кететіндей дәрежеде оқуымыз, яғни мағынасы өзгермейтін дәрежеде оқуымыз керек болады. Amma кейбір тәжвидтің терең мәселесіне кіру әрбір адамға шарт емес. Сен егер естіп Құранды біреуден, немесе касет арқылы, немесе бір өзіңе ұқсаған сенен тәуірірек біреуден Құранды естіп, өзің намазда оқылатын сүрелеріңді дұрыстап алсаң, оны дұрыстап алу өте ауыр нәрсе емес. Намазда оқитын Құранды дұрыстап алсаң, мағынасы өзгермейтін дәрежеде оқитын болып алсаң, алхамдулилля, әсіресе Фатиха сүресі. Содан кейін егер дініне, иманына сенімді адамды тапсаң, ар жағына жалғастырып, кеңірек, тереңірек оқысаң болады. Түсінікті ме, жоқ па? Amma ондай адам таппасаң, сен намазыңды жөндеп оқитын аяттарды жөндеп алғаның жеткілікті. Сенімсіз адамнан барып араласып, сомен тәжвидімді кең, жақсырақ үйренемін деп, нәтижеде дініңнен айырылып қалып жүретін жағдайға барудың қажеті жоқ. Мәселе түсінікті шығар,